Сәлем құрметтілерім, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қазір осы өте көп адамдардың қасиеттері оянып жатыр. Алдағы уақытта 2026 жылы жаппай қасиет оянады адамдарда. Және өте көп адамдардың өзінің миссиясына кіріседі деп жатыр, өз миссияңа. Негізі біз жалпы адамдардың өзінің бастапқы адамдар оянған кезде, бастапқы бірінші лектерге оятқан кезде осы халықтарға көмектесесің деп проводниктерді, әртүрлі емшілерді, ғалам емшілері осындай жоғарғы әлемнен өздері білім беріп солай аша бастады. Бірақ ол адамдардың ашылуы да оңай болған жоқ. Кейбір адамдар енді бір өліп бір тірілді деп айтуға болады. Енді өлмей тұрып өл дейді ғой. Қайтадан бір феникс құс құсап, күл болып, талқан болып, қайтадан ойбай деп сонан кейін қайтадан оларды былайша айтқанда өліп барып қайта өліп тіріліпті дейміз ғой, өліп тірілген адамдар ғой былайша айтқанда. Сондай адамдар енді миссиясына, жұмысына, халықты оятуға кірісіп кетті. Олардың басты мынау рухының әуелгі миссиясы, мақсаты жаңа дәуірде әр ұлт өз негізіне оралады дейді. Қарасаңыздар, біз қазақтар енді өзіміздің ұлтымыздың өз негізімізге оралып жатырмыз. Өз салт дәстүрімізді жаңғырту, ою киімдерімізді кию, өзіміздің кім екенімізді тану, алдымен біз өзіміздің ұлтымыздан неден басталып кетті ғой. Өздеріңіз қарасаңыздар, бұрынғыдай емес, қазақи киімдер киіп, салт дәстүрге бір мән беріп адамдар сөйтіп олардың бәрі солай болу керек. Үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, сондай өзіміздің немізбен жүрдік. Бәр ұлтта солай болу керек дейді. Өз ұлтымен не қылу. Бұрын солай болды. Бастапқыда солай болып басталды, уже. Негізіне оралу, өзінің ата-бабасының барын қалдырып кеткен әр сөзі, бүкіл сөздердің мәні бар. Астары, мысалы, шәкәрім аталарымыз, Асан Қайғы, бүкіл барлық ата ғұламалардың бізге қалдырған сөзі, бәрінің мағынасын, мәнін енді түсініп батырмыз. Кітаптардың бәрін. Енді сол сияқты адамдарға біз демеу болу, мысалы, сіздер жаңадан бірінші лек бұл адамдарға демеу болу, олардың санасын ашу, жүрегін емдеу, көзін ашу, өз әулетін қорғау, және рухани жолдарды өзгелерге бағыт көрсету. Сол миссияны қазіргі кезде барлығын оятып жатыр, адамдарда. Ол оянды, уже оянып кетті. Енді қалған адамдарға ояну оңай болады дейді. Қалған адамдарға ояну оңай болады. Мысалы, ал бастапқы кездегі оянған адамдарға қиын болып, олар сондай не қылатын болса, бір өліп бір тірілетін болса, қазіргі адамдардың оянуы кішкене тез болады, әрі оңайырақ болады дейді. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, бүкіл техника, бүкіл құралдардың барлығын беріп жатыр. Адамдар өзі сезімталдық қабілеттері ашылып жатыр. Қарайтын болсаңыздар, адамдар өте бұрынғыға қарағанда өзі ашылып, сезімтал болып, жан-жағын сезетін, білетін, адам біреудің жанында отырса да энергиясын біліп қоятын, сезетін, сондай адамдар. Енді бара-бара адамдар дейді өз-өзін емдеп алады дейді. Емдеп алатын қасиеттер оянады дейді. Барлық адам өз-өзін емдей алады дейді. Енді бара-бара тіпті аптека дегендер жабылуы мүмкін да. Себебі адамдар өз-өзін емдеп алады. Оны түсінеді, ондай қасиеттер оянады. Енді әзір ата-бабаңның 12 спиралды болған, соның ДНК-сы оянып жатыр дейді ғой, сол оянып жатыр. Енді бастабында қазір адамдар жанын қоярға жер таппай жатқан адамдар өте көп, қарасаңыз, оянудың бастапқы кезеңдері. Сондай жаныңыз жарыққа шыққысы келеді. Сол үшін сенің жаның кеңейіп жатыр да қазір. Сен білім алып жатсың, ізденген сайын жаның кеңейе береді. Жан кеңейіп жатыр қазір. Жан кеңейген кезде мына физикалық тәнге біздің теломыз қысылады, тәніміз қысылады, бұл тығыз ғой, өйткені бұда блоктар өте көп. Біз өткенді жібере алмасақ, мынау жанымыз кеңейген сайын мына физикалық тәнге сыймай кетеді. Адам қатты қиналады. Сол үшін сіздің қазіргі мына энергия, сол мынау жерде кеңістік бар біздің жанымыздың. Бұл кеңістікке энергия әсер етеді. Және біз бұл кеңістік біздің осы уақытқа дейін жинаған опыттарымыз жиналған кеңістік. Бұл жан деп аталады. Бұл жанның
өзі жалпы мына 5-ші чакра менен 4-ші чакраның орталығында орналасқан тимус дейді. Бұл жерде жанның кеңістігі. Бұл кеңістікке ешкім кіре алмайды дейді. Тіпті пайғамбарларда қайсы кім болсын ешқандай, тіпті Құдайдың өзі араласа алмайды. Бұл кеңістікке тек сен рұқсат берген жағдайда ғана сенің кеңістігіңе, осы кеңістігіңе кіре алады дейді. Сонда бұның тек кілті болады дейді. Бірақ оған ешқандай рұқсат берсең де, өзің ғана кілт сенде дейді, сенің жүрегіңде дейді. Сонда жүректі ашу керек деп атқаныз қазір сол. Жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі деген сол екен да. Адам өзі Құдай светті адамға айланады дейді. Адам өзі рухы кеп, сол жүрегіңіз ашылған кезде сізге қонады. Сізбен бірге толықтай, сіз өзіңізге киілесіз, былайша айтқанда. Сонда жүректі ашу керек. Жүректі ашқаннан кейін барып мына жақта не ашылады? Бәрі. Жүрек осы кеңістікті ашады, осы арқылы мына жерде сіздің творчествоңыз, тамақ чакраңыз, творчествоңыз, шығармашылығыңыз, қасиеттеріңіз түрлі түсті бәрі оянады. Одан кейін барып ол мынаған әсер етеді. 3-ші көз. Бұл шискабелина железа деп айтады ғой мынау. Мен орысша эпипиз деген. Сол бұрынғы ата бабамызда дәу болған екен. Енді сіздерде ол қазір бізде кішкентай болса, соған әсер етіп, сол деп үлкейеді. Бұл жерде бүкіл сенің жинаған опыттарың, мына жердегі жанның барлығы сол жерде сақталады. Былайша айтқанда, сол ақылың, даналығың сенің бүкіл. Сол көрегендігің. Сол кезде барып мына көзге әсер етеді да, мына көз көреді. Мына көз, енді жаңа дәуірде мына көз ашылады деп жатыр ғой, сол эпипиз арқылы. Себебі бәрі бір-бірімен тұтас, көрдіңіздер ме? Мына бұрынғы біздің ескі дәуірде бізде бұлардың бәрі ашылмаған. Бізде төменгі мына манипура, чакраден, мынау материалдық дүниеге. 3-ші чакрамыз ашық болды да. Осы чакра жақсы жұмыс жасады. Осының дәуірі болды. Жердің де қуат көзі соған сай болды. Ал енді 2-ші чакра болған кезде тіпті совсем қиын болды адамдардың өмірі. Ола кексуальный энергия деген оянған кезде адамдар бұрын төмен болған санасы. Бір әйелдің күйеуі өліп қалса, оны бәрі зорлап кеткен. Бүкіл ауылдың еркектер өте төменгі неден шығып, біз қазір санамыз есейіп осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Сол үшін сана есею керек. Есей дейтін сол. Сен жүрегің ашылған кезде сен есейесің, бірден есейіп кетесің. Қазіргі мына саған беріліп жатқан қарыз, кредит дегендер, олар мелеш нәрсе болып тұр. Оны сен өзіңнің не істедің, соның бәрі тәжірибе опыт алу үшін керек та. Қиындық дегеннің ешқандай қиындығы жоқ, оның ішіне мүмкіндікті бәрі тұр. Қазір саған мүмкіндіктің миллион түрін беріп жатыр. Әзір қандай керемет ойласаң, сен аласың да жұмысыңды жасайсың, өзіңмен өзің алысасың, өзіңе бетпе-бет келесің, көлеңкелі тұсыңды қабылдайсың. Өзіңнің минустарыңды плюсқа айландырасың, былайша айтқанда. Қазір бүкіл техника беріліп жатыр, медитация беріліп жатыр. Енді сіз солардың бәрін дұрыс жасамасаңыз, қырсықтансаңыз, қойшы жаңа дәуір деген өтірік қой. Оны керегі жоқ дейтін болсаң, онда сен мына өмірден өткеннен кейін қайда барасың? Адамдар айтады, мына өмірден өткен қайда? Сенің таңдауыңа сай, сол неге барасың? Былайша айтқанда, басқа планетаға, ең ужасный планетаны таңдап береді, сол планетаға барып, қайтадан бастан өмір сүріп, қайтадан опыттан аласың. Одан да қазіргі кезде дейді, сен жүрегіңді ашып, осы ілімдерді қабылдап, өзіңнің барлық блоктарыңды бәрін сен ғана барлығын босатып жіберіп, ескіден шығып, ескі матрицадан жаңа матрицаға ауыс. Көш. Ескінің бәрін байланба еш нәрсеге. Жібер бәрі. Сенікі емес. Не істейсің? Оған байланып. Сенің жаныңа ештеңе керек емес, шын мәнінде. Ешқандай дүниенің бәрін беріп қойған. Сен ағынға ілесіп жүрсең болды.
өзіңді, жүрегіңді тыңдасаң, жүректің үні арқылы өмір сүрсең, барлық нәрсе саған өздігінен келеді. Оны сен қуып әуре болмайсың. Өзімен өз ағыс аға берсін. Мына өмір былай жүреді. Сен оған жасап жатқан сенің ойың кедергі. Сол үшін қорқыныш, үрей деген нәрсенің бері ескі дәуірден келді. Оның барлығы сезім ғой. Босата сал, жібере сал. Ауыстыр дейді. Қорқыныш па? Бетпе-бет кел. Я, мен сенен қорқып тұрмын. Қорқып жатырмын. Қазір қорқынышты сезіп тұрмын. Деді мойында. Ол бір сезім екенін түсін. Жай ғана жібер, босат. Болды. Дейді. Бәрі оңай екен. Сол үшін мен техникалар беріп жатырмын. Матрицадан шығу техникасын алсаңыздар болады. Өте көп мен техникаларым болың. Ішінде барлық сабақтар бар. Осы ескі матрицадан шығу өте көп. 100-ге жуық техника, медитациялар 8888 теңге ғана менде. Чатқа қосылсаңыздар, чат тегін. Менің номерім 8747 671 1291. Звондамайсыздар, WhatsApp-қа жазасыздар. Сәттілік. Мен сіздерді чатқа қосам.